Сәлем достар, бүгінгі видеода мен Адёка мұғалім болатын болам. Осындай мектепте, міне біздің мектеп Бурхевеннің мектебі бұл. Бізде қазір Мұстафа мектепке сабақ оқуға келіп тұр достар. Міне машинасымен келіпті. Қайда жүрсің? Кешіктің ғой, Мұстафа? Қайда жүрсің сен? Қайда жүрсің? Айтсай? Машинамен. Машинамен келдің бе? Неге кешіктің? Көп жүрдің бе? Сен қыдырып жүріп алдың ба? Не істедің? Мен мұғаліммін. Мұғаліммін, маған мұғалім де түсін бе? Ұстаз де жарай ма? Жарай ма? Болды. Қайда жүрсің? Жүр, болды, кір сабаққа. Кешіктің сен, сабақ оқитын боламыз. Жүр, мына жаққа қарап, мына бөлмеге кіреміз. Осы жаққа келді. Кел, отыр мына жерге, столдың несіне. Осы жерге. Бөпеңмен жүрсің ба? Не істеп жүрсің? Балаңмен жүрсің ба? Тастап кетпейсің ба балаларыңды? Неғып жүр? Алып келдің оларды. Мектепке ондай артық заттар әкелуге болмайды. Балаларды, бөпелерді, інілеріңді алып келуге болмайды. Олар кішкентай. Сен молодец. Сен 6-ға толдың. Отыр енді ана жерге. Кел, партаға отыр. Сен 6-ға келдің. Болды, сен мектепке келетін жасың келді, Мұстафа. Отыра ғой. Партаға отыр, балам. Короче, так. Моса деп жазамыз. Міне, Моса деп английский неғып жаз. Партаға отырсай, балам. Заттарыңды алып ал. Мысықты алып келуге болмайды. Неге алып келесің сен, Сен одан да ручка дәптеріңді алмайсың ба? Басқа балалар қайда? Неге сабаққа келмеген бүгін, Анам естетін бастады. Не ол? Кәм естеп маған? Міне, тақтада жазылған сөзді жаз. Моса деп жаз. Ендігі 1 қосу 1 деп жазамыз. 1 қосу 1. Тең қанша болады? Тең қайда? Міне, тең қанша болады? 2 болады. Осын жаз. Кән, бастан жазшы. Ес. Маған бердің ба? Мен қарап отырам ба енді? Мен бопты, мен бір жерге қоя тұрамын мысығыңды. Жарай ма? Сен сабағыңды аш, оқы. Жаза қой. Столға. Ой, молодец. Дәптер ручкаң қайда? Міне жаз. 1 қосу 1. Қанша болады? 2 болады екен, иә? Дұрыс па? Сабағыңды ал. Сабағыңды аш. Бұдан кейін сабаққа кешігуші болма. Жарай ма, Мұстафа? Мен, короче, алдың ба? Ой, молодец. Сабағыңды жаз енді. 1 қосу 1. Тең 2 болады. Ендігі кезек. Так, 2 қосу 2 болады. Тең қанша болады? 4 болады. Осыны жаз. Аха, міне. Енді осыны жаз. Тақтаға міне жазып қойдым. Қара. 2 қосу 2 тең 4 болады. Осыны дәптерге жаза қой. Басқа дәптер Апай демен жарай ма? Басқа дәптер алды. Апай, басқа дәптеріне. Ал, басқа дәптер. Математика дәптерінде алды. Осылай жаз. 2 қосу 2 тең 4 болады екен. Басқа сыныптастарың қайда? Неге сабаққа келмеген екен бүгін, Кешігіп келемеген. Кешігіп келгендердің барлығын неге бұрышқа тұрғызып қоятын боламын. Бұдан кейін сабақтан кешігуші болмаңдар, жарай ма? Ой, молодец. Ал, бүгінгі сабағымыз осы. Математикадан 2 қосу 2-ні өтетін боламыз. Тағы да жазамыз. 5-ке қосамыз 5. Тең қанша болады екен? 10 болады. Енді осын жаза ғой. 5 қосу 5. Қанша болады? 10 болады екен, достар. Апай, мен тамақ жеп. Неге тамақ жейсің? Тамақты столовыйға, кафетерияға барып жеу керек емес па? Асханаға барып жеу керек емес па? Сабақ үстінде ондай нәрселер қолданбаңдар. Иә, қолданбаңдар ондай заттар. Тек қана сабақ оқыңдар, дәптер, ручка алыңдар, жарай ма? Әкеңдер маған дәптерлеріңді, кітаптарын жинап алайын мен ана жаққа қойып қоямын. Короче, ертең де бағаларымда қоятын боламын. Дәптерлерін жинап алдым. Болды, сабақ аяқталды. Жүріңдер. Сабақ аяқталды. Кафетерияға барып, қарындарын тойдырып алыңдар. Жүрей, Мұстафа, қайда барасың? Қайда барасың? Кафетерияға барсайшы. Яғни, столовыйға барып, тамақ ішетін боламыз. Жоқ, наяқ. Кинотеатрма, нәрсе оңайық. Қай жақта? Жоқ, 2-ші этажда еді ғой жаңағы кафетерия. 2-ші этажға жүрсей. Қай жақпен көтердім міне. Міне кафетерия неқта тәтті заттар бар. Осы жерге отырып, кел жеп. Кафетерия міне кола ішіп жатыр мен. Сенше? Тәтті зат, бургер жейміз, тамақ жейміз. Алма жеп алайық.
Сен қайда оқисың? Мен таппай. Ей, жоқ, сен екінші этажға көтерілсең, жоғарыға көтерілсең. Міне мен столовыйда, осында кафетерияда тамақ алма жеп отырмын. Так, енді осындай йогурт жеймін. Қарнымыз ашып кетті, обед болды. Кел екеуміз отырып тамақ ішіп алайық. Енді бургер жеймін. Мен бургерім. Мен де Бурхаеваның бургерін жеп жатырмыз. Отырып тамақтарыңды ішіп алдым да үйге қайтыңдар. Ертең сабаққа кешікпей келіңдер. Жарай ма, достар? Жарай ма, балалар? Оқушылар? Міне, отырып тамағыңды жеп ал. Всем пока, достар. Ертең сабақта кездескенше.